Бүгін орама дайындаймыз. Орамамызды өзінің сорпасын бетіне құйсақ керемет болып шығады. Тұзымызды, сұйық майымызды, салқын суымызды құйып, араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алып, 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Нанымызды 15 минутқа қойып, салмасын дайындаймыз. Фаршымызға картошкамызды 4-1-леп турап, пияз, сәбізімізді 4-1-леп турап қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. 15 минут тұрған қамырымызды 4-5 бөлікке бөліп, доңғалатып шығамыз. Қамырымызды жұқалап жайып алып, бетіне май жағамыз. Тегістеп барлық жеріне майымызды жағып, салмамызды салып, тегістеп шығамыз. Оқтаумен орап, видеодағындай көрсетілгенде орап, жасап шығамыз. Орама